Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабақта бастамастан карточкаларды алу таңдау арқылы топтарға бөлінеміз, топтасамыз. Сондықтан менің қасыма келіп, мына карточкаларды таңдап аламыз және сол сурет бойынша топтарға бөлінеміз. Келе оңыз. Қолдарындағы сурет бойынша топтарға топтасамыз. Топтасақ, енді оқушылар ішімізден топ башымызды таңдап алайық. Бірінші топ. Кім олары топ-башыда? Сайын айтады. Екінші топ. Амангелді Гүлфайрыз. Үшінші топ. Оразбай Сағыныш болады. Жарайды. Жақсы. Енді мына бағалы парақтарын беріп, топ башылары білесіңдер ол. Тобыңыздағы оқушылардың аты-жөндерін жазамыз. Және әр қысымы бойынша кім белсенді қатысқан болса, жанына бал қойып отырамыз. Топ башылар. Оқушылар, өтілген тақырыпты біз пысықтауымыз керек. Өтілген тақырыпта қай тақырып өтілді сендерге? Табиғаттағы күкірт және оны алу. 16-шы топ элементтерін өттік. Енді сол бойынша қазір сендерге сұрақ берем. Ауызша кім жауабын білсе, сол қолын көтеріп жауап береді. Жарай ма? Бірінші сұрағымыз. Хал көгендерге кіретін элементтер. Қайсылар? Жауап береді. 6-шы топ элементтеріне кіретін элементтеріміз. Сағыныш. Оттек, күкірт, селен, тылы, полоний. Дұрыс. Екінші сұрақ. Күкірттің периодтық кестедегі орны. Үшінші период, 6-шы топ, реттік номері 16. Дұрыс. Үшінші сұрақ. Күкірттің атомдағы электрондардың орналасуы. Гүлфайрыз. Бірінші қатарда 2, екінші қатарда 8, үшінші қатарда 6. Күкірттің тотығу дәрежелері. Кім айтады? Айдана. 2, 4, 6. Келесі сұрағымыз, күкірттің табиғатта кездесуі. Қандай күйде кездеседі? Және неше түр аллотроптық түр өзгерісі бар? Ромбты, моноклинді және пластикалық. Жақсы оқушылар, өткен сабақты пысықтап алдық. Енді қазір сендерге видео материал көрсетіледі. Сол видео материал бойынша өз түсініктерің бойынша жауап жасасыңдар. Ластану қоршаған ортаға зиянды заттардың бөлінуін білдіреді. Егер ластану атмосфераға жетсе, ол біз тыныс алатын ауаны былғайды. Ауа ластануының негізгі себептеріне көлік пен жанармайдың жануы жатады. Бұлар ауаға көміртек диоксиді, көміртек моноксиді, күкірт диоксиді сияқты зиянды газдардың қоспасын бөледі. Бұл газдар тікелей қоршаған орта мен денсаулығымызға жедел түрде әсер етіп, астма сияқты қауіпті аурулар мен бронхитке әкеледі. Ауаның ластануына байланысты аурулардан жыл сайын 3 миллионға жуық адам көз жұмады. Ластаушы газдар бұдан да кең тарайтын зиян келтіреді. Олар химиялық реакцияға түсіп,
қосымша зиян тудыратын тұмша мен қышқылды жауын түзеді. Күкірт диоксиді мен азот оксидтері секілді газдар жаңбыр сумен әрекеттесіп, оны қышқылды жауынға айналдырады. Қышқылды жауындар өзендерді ластап, балықтарға зиян келтіріп, түрлерді тіршілік ету орталарынан көшіріп, экожүйеге орасан зор зақым келтіреді. Қышқылды жауын өсімдіктер мен ағаштарға жауып, жапырақтардың қорғауыш қабаттарын зақымдайды. Ол жерге жауғанда топырақтағы өсімдіктерге қажетті құнарлы заттарды жойып, оларды зиянды заттарға алмастырып отырады. Әктас пен мәрмәр қышқылды жауын әсерінен үгіледі. Ежелгі Грекия мен Римдегі ғимараттар алдыңғы 2000 жылға қарағанда соңғы 50 жылда қышқылды жауын әсерінен көбірек зақымдалды. Көліктер мен өнеркәсіптен бөлінетін азот оксидтері сияқты химиялық өнімдер күн жарығымен әрекеттескенде жер бетіндегі тұмандарға ұқсас фотохимиялық тұмшалар түзеді. Құрамында озон секілді зиянды заттардың улы қоспасы бар мұндай тұмшалар өндіріс газдарына қарағанда адамдарға көбірек зиян тигізеді. Болашақта халық санының өсуіне және жанармайдың көбірек жағылуына байланысты ауа одан да қатты ластануы мүмкін. Егер біз қоршаған ортамызды мәңгіге ластанудан сақтағымыз келсе, шұғыл түрде экологиялық таза отын түрлері мен энергия көздерін дамытуымыз қажет. Біздің тақырыбымыз бойынша мәліметтер берілгенде бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы видеоға тікелей байланысты. Не деп ойлайсыңдар? Не туралы видеомыз? Қандай тақырыбымыз? Бүгінгі тақырып қалай болжауға болады? Ауаның ластануы. Күкірттің қосылыстары. Яғни бүгінгі тақырыбымыз күкірттің қосылыстары туралы екен да? Онда тақырыпты жазып қоямыз дәптерге. Күкірттің қосылыстары. Және сабақ мақсатымыз бүгінгі тақырыптан не білуіміз керек? Бүгінгі тақырыптан біз күкірттің қосылыстары туралы мәліметті алуымыз керек. Яғни күкірттің ең маңызды қосылыстары күкірттің 4 валентті оксиді, күкірттің 6 валентті оксидтері туралы физикалық, химиялық қасиеттерін біліп және қолдануын түсінуіміз керек болады. Оқушылар, енді мына жазған жауаптарымызды слайдта көрсетілген жауаптармен салыстырамыз және тексереміз бұл жұмысымызды. Бірінші сұрақтың жауабы ауаның ластану себептері. Дұрыс жауабы көлік, жанармай, өнеркәсіптер ауаны ластаушы себептер болып табылады. Екінші сұрақтың жауабы танымал ауа ластаушылары. Көмірқышқыл газы, көміртек моноксиді, күкірт диоксиді және азот оксидтерінің қоспасы болып табылады. Үшінші сұрақ ластаушы газдар адам ағзасына қалай әсер етеді? Дұрыс жауабы бізде астма, бронхит, созылмалы өкпе аурулары және тері ауруларына алып келеді. Төртінші, ластаушы газдар қоршаған ортаға, яғни өсімдіктерге, жануарларға, топыраққа қалай әсер етеді? Яғни ластаушы газдарымыз бізде химиялық реакцияға түсіп, тұмшалар мен қышқыл жаңбырлар түзеді.
қышқылдық жаңбыр ретінде өзендерге түсіп балықтарды өлтіреді, ағаштар мен жапырақтарды тесіп өтіп қызметінен айырады. Одан кейін топырақтағы құнарлы заттарды жойып, зиянды заттарды алмастырады. Ғимараттардағы әктаспен реакцияға түсіп тоздырады. 5-ші сұрағының жауабы: ауаны ластаудан сақтау үшін болашақта қандай шаралар жасау керек? Яғни ол үшін экологиялық таза отын және баламалы энергия көздерін дамытуымыз керек болады. Енді оқушылар жазған жауаптарымызды егер барлығы дұрыс болатын болса, жасыл стикерімізді көрсетеміз, көтереміз қолдарымызға. Егер жартылай дұрыс болатын болса, үшеуі дұрыс болатын болса, онда сары стикер, ал егер бір немесе одан да дұрыс жауап болмайтын болса, қызыл стикерді көтеріп, өзімізді бағалаймыз. Бағдаршам әдісі арқылы. Барлығына дұрыс жауап берген оқушылар бар ма? Стикерлерін көтеріп қойыңдар. Айдана Бегарыс, мына топтан Гүлфайрус Эльмира және мына топтан барлық оқушы дұрыс жауап берді. Жарайсыңдар. Енді кім 2 немесе 3 сұрақтың жауабын тапқан? Оқушылар сары стикерін көтереді. Мажит, Жанарс, Дастан. Жарайсыңдар. Енді бір немесе дұрыс жауап мүлдем жоқ оқушылар бар ма? Жоқ та, барлығымыз түсіндік видеодан. Сұрақтарға дұрыс жауап бердік. Жарайсыңдар. Оқушылар, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Әр топқа бір бос кесте беріледі. Сол бос кестеге бүгінгі тақырыбымыздағы, яғни негізгі қосылыстары, күкірттің негізгі қосылыстары бойынша кестедегі мәліметтерді толықтырып жазамыз. Оқушылар, мына кестеде бірінші атауын жазамыз қосылыстың, екінші физикалық қасиеттерін жазамыз, әрбір бағанға сәйкес. Үшінші алыну реакцияларының теңдеулерін жазамыз. Төртінші тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш екендігін жазамыз, қандай қасиет көрсететіндігін. Бесінші химиялық қасиеттері бойынша реакция теңдеулерін жазып шығамыз. Түсінікті ма? Әр топқа сұрақ қойылады, білетін оқушы қолын көтеріп жауап берсін. Жарай ма? Күкірттің 4 валентті оксидтерінің физикалық қасиеттерін кім айтады? Жандарбек айтады. Өзіне тән иісі бар түссіз газ. Дұрыс. Екінші сұрағымыз сендерге. Күкірттің 6 валентті оксиді қандай қасиет көрсетеді? Тотықтырғыш па, тотықсыздандырғыш па? Мәжит айтады. Тек қана тотықтырғыш қасиетін көрсетеді. Күкіртті сутек газының қандай химиялық қасиеттерін айта аласыңдар? Жанарс айтады. Күкіртті сутек негіздермен, тұздармен, оксидтермен әрекеттеседі. Жақсы. Енді күкірттің оксидтері адам ағзасына қалай әсер етеді? Яғни физиологиялық әсері қандай? Бірінші, күкірт диоксиді көбіне тәттілерде, алкоголь сусындарда, шұжық өнімдерінде кездеседі. Бұл затпен жемістер және көкөністер өңделеді. Және күкірт диоксиді күшті аллергиялық реакцияларды, тіпті қатерлі ісіктерді пайда етуі мүмкін. Және күкірт диоксиді асқазан сөлінің қышқылдық деңгейін арттырады. Және бұл асқазан сөлінде қышқылдық деңгей артса, асқазан жағасы,
гастрит немесе басқа да асқазан ішек аурулары бар адамдар үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Оқушылар, келесі тапсырмамыз сандық есептер шығару. 3 топқа 3 есеп беріліп тұр тақтада, слайдтан. Әр топ өзінің сандық есебін шығарсын. Дәптерге шығарамыз оқушылар. Шарт болған болсақ, жауаптарын айта қойыңдар, тұжырымдай қойыңдар. Мына топ. Массасы 16 грамм күкірт 4 валентті оксиді оттекпен тотыққанда түзілетін күкірт 6 валент оксидінің массасын есептеңдер. Біз бұл есепте пропорция әдісін қолданып, күкірттің 6 валенттік оксидінің массасы 20 грамм шықты. Жақсы, екінші топ. Гүлфарис айта қой, сенде жауап қандай шығады? 4 мол күкіртті газды тотықтыруға қажетті оттегінің көлемін есептеңдер. Біздің есеп пропорция бойынша 44,8 шықты. Ақмарал айта қой. Массасы 5 грамм кальций металы күкірт-сутек газымен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемін есептеңдер. Есеп пропорция жолымен шығарылды, жауабы 2,8. Енді оқушылар шығарған есептерімізді слайдтағы дұрыс жауаптармен салыстырып тексеріп аламыз. Бірінші есептің жауабы 20 грамм, дұрыс. Екінші есебіміз 44,8 литр. Үшінші есебіміз 2,8 литр жауаптар шықты. Сабағымыз тапсырмалары осымен аяқталады. Қазір бағалы парақтар маған бере қойыңдар, топ басшылары. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан оқушыларды бағалап кетеміз. Белсенді қатысқан оқушылар Әлімбаев Жандарбек 5, Ақмарал 5 ұпай, Сағыныш 5, Бақберген 4, Жұмабай Бекарыс 5, Мажит Төребаев 4, Қазбек Айдын 4, Сайын Айдана 5. Үшінші топтан Құрбан Илмира 4, Жұмабай Жанарыс 4, Иренген Дастан 4 және Амангелді Гүлпайрық 5. Оқушылар, үй жұмысын дәптерге жазып аламыз. Үй жұмысымыз күкірт оксидтерінің қолдану салалары және адам ағзасына физиологиялық әсері бойынша мәліметтер жазып келу. Үй жұмысын белгілеу. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақ бойынша ұсыныс пікірлеріңді қолдарыңыздағы стикерлерге жазамыз және жетістік баспалдарының қай сатысына жеттіңдер, сол сатыға жапсырамыз.
болыңдар.